Сәлем оқырман, бүгін біз өте тез, жеңіл салаттардың бірі радуга салатын дайындаймыз. Қазіргі көктем мезгіліне жазға арналған өте жеңіл салаттардың бірі. Дайындалу жолы да оңай. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Алдымен шұжықты осындай кубиктеп турайсыздар және уақ қылып, ірі қылмай турайсыздар. Одан кейін огурцыйды, яғни қиярды алып, оның да кубиктеп турайсыздар. Туралған әрбір ингредиенттерімізді тәрелкеге салып отырамыз. Қиярымыздың жасыл түсі, қызанағымыздың қызыл түсі өте әдемі салатымызға сән беріп тұратын жаздық түстердің бірі. Және қызанақты да кубиктеп уақ қылып турайсыздар және тәрелкеге орналастырасыздар. Консервідегі кукуруздарымызды саламыз. Және жұмыртқаның сарысын алып тастап, піскен жұмыртқаның ағын саласыздар. Яғни оны да кубиктеп кесесіздер. Және осындай чипсыйымызды уатып аласыздар да, оны да саласыздар. Соус жасаймыз, яғни майонезге тұз, бұрыш және кішкентай ғана горчица қосып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Және ортасына саламыз. Салаттың ортасына саласыздар және жейтін кезде араластырып жіберсеңіздер өте керемет, дәмді салат болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.